Осы жердегі нәрсені талқыламастан бұрын Бәни Исраил қауымының кішкентай кішігірім тарих бетіндегі нүктелерін айтып кетсек. Біріншіден, Бәни Исраил қауымы көбінесе осы Палестин жерінде болды. Бір кездері ол жерлерге, мына осы Фираун уақиғасы болған кездерде, Фираун Мысырға сол жерді басып алып, сол жердің халқын тұтқындап Мысырға алып кетеді. Өзіне. Сөйтіп қол астында қанша жылдар тұрады. Одан Мұса келіп азат етеді да Палестин жеріне алып келеді. Содан кейін тағы да бірнеше шапқыншылықтар болады. Солардың біреуі Рум империясының шапқыншылығы, солардың біреуі Нагахуда-Насардың шапқыншылығы. Осындай бірнеше шапқыншылық, әр шапқыншылық сайын ол елді өздеріне тұтқындап алып кететін болады. Қайтадан ел азат етіп еліне қайтатын болады, қайта келетін болады. Ақыры Алла тағаладан бұйрық шығады: сендер бұл жерлерге лайық емессіңдер деп. Бәлки мен сендердің имандарыңды алып, бұл жерге лайықты адамдарды шығарамын деп Алла тағала Палестин жеріне Құдайға сенетін, Алладан қорқатын, Құдайын танитын, ұмытпайтын халықты алып келеді екен. Тарих бетінде осындай нәрселер қалды. Енді ең соңғы нәрселер бұл 18-ші жылы халиф сол Палестин жерінен айырылады, 24-ші жылы халиф өледі. Бұл тарихты айтып беріп жатырмын. Сол кездерде Палестин жері басып алынады Англияменен. Англия үстемдік етеді ол жерде. Өзі үстемдік етіп отырып, сол жерлерге жердің әр жерінен көшкен еврей халқын ұйымдастырып, көшіріп ап келіп 48-ші жылы мен сендерден кетемін деп, бірақ орындарына патша тастаймын дейді. Өзінің жерінің адамдарын емес, бәлки Израиль қауымынан сол жерде сырттан көшіп келген адамды патшалыққа қойып кетеді. 48-ші жылы соғыс болады. Одан бір басылады. Одан кейін 67-ші жылы бір үлкен соғыс болады. Одан да бір басылады. Сіздің біздің мекен еткен сол кездегі СССР дәуірі, кеңестік одақ әрдайым Палестин жерін жақтайтын. ақш және Англия басқалар, олар жаңағыдай Израиль мемлекетін жақтайтын. Осылайша оны білесіздер, енді бала кезден естіп өскен шығарса, осында отырған біраздарыңыз білесіздер. Әлі күнге дейін Палестин жерінің дауы біткен емес. Әлі күнге дейін. Бұл енді кішігірім тарих бетінен нүкте үзінділер.